Ассалаумағалейкум қазақ елі, Мадавто арнасына қош келдіңіздер. Және де біздің кезекті обзор бөлімі мына тұрған грантта болмақ. Бұл грантта не бар екен? Қазір толыққанды видео барысында көретін боламыз. Алдымен видеомызды бастап алайық. Кеттік. Құрметті көрермендер, назарларыңыздағы бұл гранта спортқа 8 миллион деп қойғанымыз 2 миллион 800-ге машина сатып алынған, ар жағындағы 5 миллион жобасында вложение салынған. Общем кругом бертім 8 миллион деп жатқанымыз сода. Қазір видео барысында ол 5 миллионға не салынды екен толыққанда көрсететін боламыз. Алдымен сіздер экран алдына жақсылап жайғасып алыңыздар. Бүгінгі видеомыз өте қызықты болмақ. Өйткені мынандай грантаны сіздер бұрын соңды көрмегенсіздер. Қызық па? Настя, раздевайтесь в коридоре. Я устал от города и улетел на море. 5 сил на моем моторе. Студия в подвале, Fruity Loops на мониторе. Заебали пробки, заебали эти тёлки. Но я расписался на ее футболке. Достар, видео бастамас бұрын мен сіздерге кішігірім жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Осы соңғы 2 ай болды өзімді трейдингте жаңа қырынан танып жатырмын. Яғни достар, осы оққайдың дәл осындай Pocket Option сияқты мен ыңғайлы қосымша көрмеппін. Мінекей достар, назарларыңыздағы дәл осы свечаның небәрі жоғары немесе төмен көтеруін біз нақты анықтайтын болсақ, ақшамызды 92%-ға арттырып аламыз. Сондай-ақ мына жерде әлемнің ең үлкен 130 ірі компаниялар арқылы біз 92%, 86%, 82% деген сияқты табыстарымызды арттырып алсақ болады. Достар, мінекей экранда көрсеткендегідей бұл ешқандай да қиын емес, тек қана свечаның жоғары немесе төмен көтеруін анықтай отырып, сіздерде дәл осылай ақшаларыңызды арттырып алсаңыздар болады. Ол осы достар, мінекей сіздердің көздеріңізше мен $1000 сауда ашып, дәл осы жерден төмен болады деп өз болжамымды қалдыратын боламын. Ал болжамым дайын болғандайша, достар, мен сіздерге өзімнің кішігірім кеңесіммен бөлісе кетейін. Егер де сіздер трейдинг саласын білмейтін болсаңыздар, енді үйреніп жатқан жандар болсаңыздар, онда сіздер алдыменен демо шот арқылы үйреніп алсаңыздар болады. Ал осы мінекей біздің болжамымыздың өз уақытта келіп қалды. $1800 табыс таптым. Ең басты достар, қатты құнығып кетпей, ақшаңыздың 20-10%-ын қана сауда жасасаңыздар жеткілікті. Ол құрметті көрермендер, толыққанды сілтемесін описанияға қалдырып кетемін. Сонда кіріп, менің промокодымды теріп тіркелсеңіздер, алғашқы депозиттеріңізге 100% кэшбэк бонус беретін болады. Ол осы барша сәттілік тілейміз, ал біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Ол құрметті көрермендер, назарларыңыздағы бұл гранта спорт, танисыздар, өзіміздің Шымкент қаласындағы Абукарда толыққанда жиналып шыққан көлік. Сыртқы жағынан бастайық. Бірден көзге көрініп тұрған, жылтырап тұрған кузов. Білетін болсаңыздар, ABK сторисіне күнделікті салып отырды. Полный грантаны сыртын освещетті. Шіреген детальдер мына ауыстырды. Бізде ол алдыңғы крылалар бар, капот бар, артқы крылалар бар. Материалдың өзіне қателеспесем 300 мың теңге, ал жұмысына с нуля полный қойғандықтан 600 мың теңге кеткен. Уже 900 мың теңге бар ма? Бар. Негіз достар, бұл гранта техпаспорт бойынша обычный кәдімгі гранта да. Просто мына жаққа обвесті көріп тұрсыздар, полный бампер, жаңағы порогтардың барлығы гранта спорттан жылағандықтан, әр бамперің, мынау решеткалардың барлығы 50-60-нан материалдың өзіне порогымен қосқан кезде 150-200 мың шамасына кетті. Просто порог обвески гранта спорт деген атқа лайық болу үшін. Одан кейін көздің жауын алатын Audi стилдегі бұл фарымыз Billet, кәдімгідей иномарктер сияқты линза болып түсетін, дальний ближний бірге орналасқандықтан бұл фары қателеспесем 150 мың теңге шамасында. Өйткені мен өзім Вестамада салған Audi стилі фарды, ол да 150 мың теңге. Бұл да сол фирманыкі, ондықтан бағасы ұқсас. Және де туманканы көріп тұрсыздар, бұл да бізде линза, бірақ бұл ближний дальний емес, тек туманкі болып жақын жерде линия болып түсіп тұрады. Мынаның өзі кейде ближний қоспа жүре берсеңде ше, әжелеп жарық береді. Біраз нексігінің дальныйына мақтанады-ау. Былай бүйтіп қарасаңыздар, бізде форсажды еске алатын подсветка орналасқан. Полный артысындағы мына подсветка, сондай-ақ мына сплиттер губа, мынаның барлығы қателеспесем бір 50 жұмысымен бірге бір 80 мың теңгеде барады. Және де мынандай магнитный подноймикпен қосқан кезде, в общем, 100 мың теңге болды. Сіздер есептеп отырсыздар ма? Мен уже шатасып кеттім. Мына жерде уже 1,5 миллионға жетіп қалдық. Қазір үйтіп 5 миллионның қалай шыққанын соңында бірге көретін боламыз. Ал капоттың астында бізде не қызық бар екен? Мен бірден көзіме түсетін мына нәрсе ғой. Капот упора. Негізі иномаркілерге сияқты да, өте керемет ашқан кезде. Бұның ең үлкен плюсы мен өзім басыма түскен да. Андай бір кейде болады, бір далада бір жел болып тұрған кездері, боран кездері капот үйді ашып тіреп қоясың ғой. Бетіп шықлап тұрған кезде анауын қозғалып үстіңе басқан кезде бар ғой. Ертең бір мынандай салам дейсің ғой. Сол себептен негізі басыма түспей тұрған кезде салбаған дұрыс. Капот астына қарайтын болсақ достар, жылтырап тұр. ABK-ның өзі негізі басқа капотқа қатты мән береді ғой. Ондай таза капотты екінің бірінің машинасынан көре білмейсіңдер. Сразу айтайық достар, мына жаққа 500 мың теңге дема салынған.
Не салынған? Өйткені көлік алынған кезде кішкене моторында стук болған, гидрокомпенсатор сақырылғаннан кейін новый мотор алды да, по-новому жинады, полный кассаларын барлығын ауыстырды. Мотордың өзінен енді примерно нормальный живой мотор табудың өзі 300-400 мың теңге шамасы ғой. Одан бөлек EBU ауысқан компьютер, потому что мына жақта выхлоп орналасқан, выхлопқа прошивка істеткендіктен, короче, ол ертең қиналып күйген ғой. Содан кейін новый EBU қондырған, компьютерін жаңартқан, новый мотор кассасымен бірге шамамен капоттың астында 500 мың теңгедей еңбек жатыр. Сондай-ақ спорт сияқты турбозат көрсететін бізде фильтр нулевик. Лайк па? Лайк. Олайша сондай-ақ көліктің жанынан қарайтын болсақ, достар, жаңа айтатқан біздегі Гранта спорттың парогы, обвесі, негізі мынаны кейбір обычный гранталар, просто пауэрлофтың өзінде отдельно сатып алып салып жатады. Бұл айтатын ма? Отдельно сатылады кейбір жерде 20-30 мыңға саласың, жұмысыңмен, өзіңнің бояуыңмен, ошон бір 50 мың теңге болады. Ал Абекең просто алдыңғы артқы спорт бампермен қоса салған ғой. Одан кейін көліктің 50% сәнін ашатын әрине бізде диск, жаңа бір Гранта спорт деп отырық қой. Ол тек қана парокпен, бампермен ғана шектеліп қана қоймайды. Гранта спорт дегеннің, міне, Гранта спорттың дискісі де бар. Новый резина салынған 150 мың теңгеде де, өйткені жақта көріп тұрсыздар, пневма орналасқан, под пневма жіңішке резина салынған. Размер достар бізде қателеспесем 165-45-16. Енді пневма салған екен. Максимально жіңішке профильді резина салған дұрыс, өйткені повороттарда жатқызған кезде тиіп қалмау үшін. Сондай тағы да бір көздің жауын алып тұрған бізде AMG стилдегі боковой зеркало. Мынау парысымен бірге 45-20 мың теңге тұрады. Неге? Өйткені мынау кнопочный электроскладывание бар ғой. Бұны негізі кейбір адамдар жаңаға блокировкаға қояды. Кілтін құлтаған кезде боковой көз автоматически жабылатын істеп болады. Ал кейбіреулер ішке кнопкаға қойып қойса да болады. Сондай-ақ мына бір көзге түсіп тұрған нәрсе, бұны қазір кейбір адамдар 360 камерама деп ойлауы мүмкін, бірақ мынау TikToktан көрген болсаңыздар, андай астына проектор түсіп тұрады ғой, қанат. Сондай қондырған, как положено, электрозеркало, подогревмен, электроповоротнигімен барлығы істеп тұр. Сондықтан да бұның бағасы 50 мың теңгеге шықты. Және де Абекеңнің өзінің магазині, Абукар наклейкасы, полный өзінің подбрендирование істетіп алған. Бұндай достар, көріп тұрғандарыңыздай, көлікті бүйтіп парковкаға қойып, жатқызып кеткенде сәнін ашатын бізде пневма орналасқан. Кән Абеке, көтерсіз кән? Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, денсаулық жақсы ма? Қалай отырдың ғой сен сөйлеп отырсың. Білетін жерімді айттым енді, арға өзің кішкене айтпасаң шатасып жатыр, айтпайсың яқты оқырмандар сенбей қалатын сияқты. Достар, бұл машина жинағаннан бастап мен де YouTube-қа салып бастадым. YouTube-қа себепші мін тұр ғой. Абеке бастасаң істей берсең іштегеннен кейін. Сонша еңбектің бәрін істеп жатыр, оны түсіріп халыққа көрсету керек қой дедім да, кішкене кеңес берген болатынмын. Қанша кетті мына пневмаға? Пневмаға установкасымен бірге, келумен бірге 400 мың теңге кетті. Қош. Неме қандай тұр? Компрессор? Компрессордың атын білмеймін же. Ана американский ма? Сондай. Компрессордың өзі 100 мың деп жатқан. Пневма. Қанша адамға көрсетіп жүрдім, SPL шопта бауырыңыз бар, Саке деген, Диас деген. Диас танимын ғой мен? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар аман? Сол жігіттер жинаған. Сакең өзі таңдап осы грантаға бір мощный бір салайықшы, өзімізде бір сатып көрейікші, алдындағың бәрі трубкасын ашар, жаңағыдай клапандарын ашар, сондайлар келеді дейді да. Енді компрессордың дауысы қатты жауып отырсам, бір нәрсемен орап тастасам ба деген. Осындай жалпы, бұл 8 миллион дегенге адамдар біреуге рас, біреуге өтірік. Оны ол басынан өтті Абеке, түсінем. Кезінде де приораға 5 миллион салдым десе, қай жерінде дейтін ше? Оны өзіміз ғана түсінеміз ғой, істеп жатқан. Оны қойбаш, бағанан бір машина шыққан байқамай қаппын ғой. Тонировка қанша қойдың Абеке? Сонда істесен, татау көрінбейді, не тонировка тұр нерді? Тонировка дегенде, тонировка емес, өзі Боровский деп айтылады ғой. Типа күйдірілген ба? Күйдірілген. Қанша проценттік? Негізі дұрыс емес та қойған. Дұрыс емес, самаңыздар. Дұрыс емес, самаңыздар. Но 15-тігі шығып жатыр қазір. Өткенде аппаратпен тексеріп көрдік. Нормально. Аппарат бойынша 70-тен төмен болмау керек дейді да негізінде. Мұнау енді алып тастап ауыстырсам деп жатырмын. Бұл 25-тік тұр. И одан кейін қанша қалдың? Қалған нәрсесі байқасаңдар лобовойлар сәл-сәл тастар деген бірдеңелер болып тұрған. Сол 50 мың теңге тұрады екен, антиблик лобовой, аппараттан өткен. 70% қой? Соны салғым келіп жатыр. Если что, бізде бар, саған да құдай қаласа болады, дайындық қоямыз деген ойлаймын. Енді мынаның бағасы? Бұның бағасы екеуінің парасы 30 мың теңге болады. 30 мың теңге. Получается, мен түсіндім бойынша, короче, капсулалар ретінде жиналған ғой. Алдың крыло кірмейді, капот кірмейді. Мына жерден баса под торпеда, задний багаж. Кастапратта шешіліп жатқан кезде сол моментті қолданып қалдық та. Жақсы?
негізінде бұл цветі мына жемчуг болады демеген. Негізі бір алдыма бір 75-те Костоправ үйінде бояп жатады. Соны көремін да, соның краскасына. Сындым. Короче, соның краскасына болсам бояп жібердік қой. Сол жерде. Так что достар, мына гранттан көрсеңдер соғысқа маңдар, алыс ұстаңдар. Жемчуг деген өте қымбат краска. 2 слой, 3 слой бояп зорға шығаразымнан. Так что сәл ар жүресіздер ау деп қойды дейді. Әлі полировка істелмеген, енді істейміз. Да, байқап тұрмын, кішкене полировка істеу керек. Оны қоя берші, әбеке. Мына жаңа айтып жатсың ғой бағасын. Құлағым айтшы, құлағыма қанша кетті? Енді біреулерге бренд деген нәрсе өтірік, бірдеңе сияқты болады. 1,5 миллион теңгеге осы Абукар деген логотип істеткен. Короче, достар, бұл жерде 1,5 миллион теңгені сіздер ойлап тұрсыңыздар. Пленканы 1,5 миллионға жапсыр ма? Жоқ, достар. Абукар деген брендті Әбекенің өзінің атына забрендировать ету сонша ақша шыққан ғой, түсіндіңіздер ма? Кімде-кім ертең алдық магазин ашатын болса, көліктің сыртына Абукарда жапсыратын болса, смело соттап аламын деп тұр ғой. Так что машина шығаруға болады ғой негізінде. Алматыда болған бір қызық жағдай. Иә, естігем, көргем. Біреу Абукарда магазин ашып алып па? Ой, онда неше түрлі жындылар бар ғой. Арқа жағына келетін болсақ, арқа жақта айтатын не дүние бар, Әбеке? Жібеш аттың басын. Ауыз толтырып айтатын нәрсе дегенсің ба? Жалпы, мына жерде Акропович деген екі не тұр, насат тұр. Сразу айтамын, біреу китайский, біреу оригинал. Мынау оригинал. Срочно асығыс болды. Китайский мен ненің айырмашылығы, оригинал күйіп кетпейді, от шықса да бірдеңе болса да сол кетіп береді. Анау балқып кетеді. Иә, одан кейін бұда енді машинада выхлоп болмаса тым қызық жоқ болады. Стингер полный трасса өзім сатып жүргенде қойдық, прошивкасымен істедік. Дауысы көңілден шығады, шулатып, қатты шулатып жібермейді и приятно болады да. Қазір оны да тексеріп көреміз ғой. Жаңа айтқан Гранта Спорт ABS бағасын айтып қойдық. Және де көзге түсіп тұрған мына фары қанша? Енді бұл кобальттікі сияқты көрінеді, бірақ видео бар да ше. AMG стилдегі парасы 35 мың теңге тұрады. AMG стиль деп айтыла ма? Ай, осы мне кажется, BMW стилге ұқсайтын сияқты Әбеке. BMW-ді қоя салайық та. Да, сөйтеміз. Ана M5 Competition F90 дегендерін фарлар бүйтіп келеді. Осылай вообще матовый жанып тұрады ғой. Соған келетін сияқты. Вот көрікті даусын. Бір аңырат жерек та. Тем более достар, мына жерде бізде Детейлинг центр студия болғаннан кейін жаңғырып, ошым қатты естіліп жатыр. Негізі еркек машина айдағаннан кейін осындай звукты қою керек. Тем более Гранта Спорт болғаннан кейін негізі мынаған гаида тиісе бермейді. Завод қой деп қойып жүре беремін десеңізші. Енді ол мырзалар бәр нәрсеге тиісуге қақысы бар. Негізі заводтан шығатын Гранта Спорт бар ғой, оларда осындай раздвойный выхлоппен шығады. Оларға конкретно еш нәрсе дей алмайды. Енді мына жерде енді білетіндер біліп отырады, білмейтіндер Гранта Спортқа тиіспей қойып деп өтетіндер бар ғой. Бұған да прошивка істеген кезде дауыс шығатын шықпайтын қойып алған ғой. Ең дұрыс вариант. Прошивка қанша болды айтпақшы? Прошивкасы 35 мың теңге болды. Дата оған бірінші компьютер жағы жүретінде не деген прошивка ол деп ойлаған ғой. Так, олай достар, мінекей сыртқы жалпы айтатын дүниелеріміз осындай. Салоннан не қызық бар екен, Әбеке, көрдіңіз бе? Рядом жарят планки напаленные, пацаны напаленные мантры, ротсы и бутылки, друзья и их улыбки, битсы и типы, ну что-то типа вечеринки. Мой огромный стейк не поместится в руках, я доедаю мясо. Ал достар, мінекей салонда бірден бүйтіп айтады ғой, сыртқы жағынан 50% диск ашса, салонда руль ашады. Audi стилдегі руль бағасын мен өзім айта салайыншы. 160-180 мың да. Установкасымен 200 дейсіз. Установкасымен, салонмен. Мына жерде как положено лепестоктарымен, барлық мультирульдарымен, как положено дауысын шығаратасың, азайтасың, және ең қызығы рульде орналасқан пуш-стартпен. Әбекен қателеспесем, сторисінен көрдім, бір рет қондырдың, не үшін алып тастадың, соны айтшы маған. Қондырдым, электрониканы дұрыс жалғамаған екен, өртеп алдым, ана светтерін бәрі күйіп кетті, ондай кемшілік. Мынау жанбай қалды ма енді? Иә, ешқайсы жанбай қалды, рульдің басқасын заказ беріп жатырмық, может ауыстырып жібереміз. Қолда тұрған нәрсе, сонда да, бірақ қолдандық, пуш-старт істеді. Мыналардың ішіне сигналдар қойдық мына жақтарға. Екі түрлі сигнал қоюға болады. Пойызге болады. Одан кейін әлі де кемшіліктер бар, істейтін нәрселер. Алардың бәрін подсветка дұрыстап қою керек. AMG дефлектор. AMG дефлектрлер қойылған. Және де звездный небасы бар әлі қойылатын. И маған машинада щиток прибор мен руль әдемі болмаса, білмеймін маған. Иә, вот көзге түсіп тұрған осы. Басқан жоқ, Әбеке? Танымай жатыр машинаны мен. Сен де танымай жатыр, Әбеке? Мен де танымай жатыр. Так, мына щиток
Енді 55 стиль деп айтамыз, бірақ шрифттары өзінің ладан заводской. Иә. Қанша болды? 65 мың теңге болды. Дефлекторлар 24 мың теңге, свет жанатын, ар жағында тұр. Просто өзімнің ойымдағыдай бір свет шықса деген ол қатты яркий болып кетті. Және де достар, байқап тұрғандарыңызда бізде подсветка дверь орналасқан екен. Қанша болды бағасы? Бағасы өзінің сатылу бағасы баста келген кезде 22 мың теңге болған. Аяқтың астында жанатын. Ана полный жаңа кармашкалар, ручкалармен бірге комплект жүретін ба? Иә. И өртенді ғой, в общем келген кезде. Сөйтіп осы қалғаны осы, әлі де жаңарта береміз ғой. Бұны свет ауысады әртүрлі болып. Телефонмен? Телефонмен ауысады. Күлтеде бар. Ана жерде бір кнопка тұр, мынау печканың астына соны баса саласыз. Кішкентай. Үстін басып тұр. Осылайынан ауысады әртүрлі цветте, қызыл, көк. В общем, мынада кнопканы басасың, телефонмен свет қоясың ғой. Сол кезде ана астында порогта сондай болып жану керек та. Порог? Ана асты ма? Сол, салон, сосын щиток приборда да свет ауысатын сияқты тема қойылым келіп жүр да. Щиток прибор артқа кететін сияқты, лучше мынауына бәрі әдемі болады. Неге десең, ана ВД деген тұр ғой, ВД ма? ОД деген тұр ғой, ОД. Типа спорт режим қатты тартатын. Соны қосқан кезде бәрі қызыл жану керек та, ал жай әшейін жүрген кезде көк жану керек. Вот кәп қайда жатыр, Одан кейін музыка базовый бар, да, көріп тұрмын, мына жерде прайд тұр. Мен музыка жинауға ешқашан қарсы емеспін да негізінде, ал бірақ подписчиктер келеді, бюджетный вариантты көп сұраған екен, осы музыкадан тыңдап, өздеріне лайықты, қалталарына ақша жететіндей болсыншы деген ниетпен осы соло 300-ді қойдым, усилительмен артындағы өзім сатып жүрмін. 4 есікте де тұр ғой, да? Полкада бар ма, жоқ па? 4 есікте қана тұр, и артында... Как положено, усилительмен қосылған. Бағасы примерно музыкаға буфермен қосқанда 100-250-300 мың деп айтсақ болады. Магнитофон ол бөлек істейміз. Бірақ планшет қой, планшет достар бізде Diamond оригинал, ешқандай қатпайтын, как положено, CarPlay барлығы істеп тұр. Жаңа музыкамыздың базасы осы планшет арқылы қосылған. Негізі болады, анда жаңа бөлек отдельно барлық шоққа ма, мына жерге ма қойып жаңағыдай ше, пионер деген сияқты. Алдағы уақытта жоспарда бар десеңізші. Одан кейін жаңа біз капот жақта айту есімізде шығып кетті. Мұнда автомат коробка орналасқан. Заводской ғой, негізі гранттарды заводтан шығады ғой, Ниссановский коробкамен. Қалай осы қойын жолда қалдырмады ма? Жолда қалдырған жоқ пока. Да, айдап көрмеппіз негізі бұрын соңында. Қалай жүреді екен? Тартысы, запчастары. Қапшайға барып білмеймін, подвод еткен жоқ пока. Да, нормально ма? Одан кейін, мынаны айтшы, Әбеке бәрін айтты, бірін айт. Сиденияның ерекшелігін байқап тұрмын, отырған кезде басқаша екен. Нені сиденесің ол? Отырған кезде көтің демалатын сиденияның. Спорт десе спорт екен, да, бір же? Subaru'дікі. Бұл Subaru'дікі. Бұдан алдық. Сөйтіп жүріп, өзінің спорт сидениясын алғанмын мен біріншінде. Сөйтіп тұрып, анауысы келмеді, мынауысы келмеді, губкаларын алып жинай салам деген ғой. Содан кейін мына Subaru'дан алдық. В общем, Recaro деген сиденья, механический. Отқан кезде приятно. Полный 85 мың теңгеге алдым. Перетяжка стилінде ма, осылай келді ма? Перетяжка полный жасадым. Осы стильге лайықты қылып өзім. Бағасы? Бағасы перетяжкамен бірге 300 мың теңгеге шығып кетті. Ойбау. Бұл ғана сиденья емес, артымен бірге. Бұл таза кожа. Күнге, мүнге, анау мынау сырылып, жырылып, кешірмен демейді. Өртесең жанбайтын, суға саса батпайтын деген осы ма? Жақ көрек та сондай. Рахмет сенден мұндайларға. Көзге түсіп тұрған полный черный потолок. Заводской черный потолок қондырылған, білем, бірақ пластиктерін бәрін қаптапты алькантараға. Бұл қанша шықты енді материалмен? Алькантара осы сиденьяның ішіне кіріп кеткен негізінде. Осымен бірге болды ма перече? Осының ішіне подарка ретінде. Нант та өзі қаптапты. Потолок, звездный небо дедік, солге қалып кетті, енді саламыз оны обязательно. Алдағы уақытта, әрине, міндетті түрде салынатын жұмыс. Тағыдан капот салоннан ауыз толтырып айтатын не дүние бар? Пядда полик көрттім. Өзіміз тігіп жатқан, басқаларға ұсынып жатқан 3D Ева. Ертең машинада қалай тұрады екен десем, мен машинам көре бер деп көрсетуге қоя. Сразу көліктің ішін көк болған екен, ременді де көк көмек істеп қойыпты да. Қасында достарың ремен тағып алғансың ба не деп айтқызбайтын ремен ғой. Тағып алған мен сенде жоқ дейсің да. Мощно. Мына ремендер достар, бұлар сразу анау моторшыңмен бірге 55 мың, 50 мың, 60 мың қанша? Бай, брат, қойшы. Арзан айтып қойдың ба? Парасы 15 мың теңге тұрады. Қойшы? Істетумен бірге. Мен бір жерде продажада 50 мыңға көрдім. Екеуі моторшыңмен бірге қосады ғой ол. Салоннан тағы достар көзге түсіп тұрған мына пневманың не деп айтады? Тахометрлерін мына жерде негіз грантты бірлерді білесіздер ғой? Манометр деп айтады. Манометр, иә? Осы жерге қойыпты. Екеуі 4 неге жауап береді, потому что бір манометрде 2 стрелка орналасқан. Рабочий, свет жана ма, жанбай ма? Светін жалғаймыз, ұнамен бірге.
аттак не жақып қойсаң бәрі бүйтіп ойбайша самолет ойнап тұр ғой. Одан кейін Абекеңнің өзінің собственный екпасы да бүйтіп киіп алып сөйлеу керек пе еді? Бұл мен білмеймін ше, сен білесің бе, мен өзім гранталардың ішінде пневма қойылған өмірімде өзім бірінші рет бір-ақ рет осыған қойып көрдім. Басқа машина көрмедім, бар шығар. Чимент қаласындағы ма? Мен өзім көрмегенмін, шын айтайын. Негізі бар, мен көргем. Ал Астанада бар бір-екеу. Багаждың есігін бүйтіп татабы ауыр қылатын неше соң 5 көріп қойдың Айбеке? 5 күн жақсылап ұрдық. Бұл жерде тұрған өзінің несі емес, кетіп қала береді, багаж түсіп кете бермейді. Сол үшін капоты пора қойдыңыз деші, аман жатыр. Багажда не бар, бізде тек қана сыйлықтар ғана бар, общем айтқан кезде. Ақыр багажды ашты. Бюджетный варианттағы музыка, мінекей өзіміздің буфер, пятый элемент. Пятый элемент, всегда. Осы моментте алып қалсай, подарок саған. Свой деген. Басқалар бір магнитный подномерник. Басқалар артық әңгіме айтып жатса, бұны ұйымдастырған жоқпын. Дәл қазір багаж ашты, YouTube түсіріп кеттік. Басқалар бірдеңе сен андайсың десе. Не интересно, бауырым, мазана ма дейсің? Осылайын жүресің. Мына жақта бар нәрсені бір көрсете кетейік. Ал жаңағы запаскының орны ғой? Запаскының орны жоқ. Көрінеге новый екен көрінді. Ауа жинайтыны, одан кейін жаңағы компрессоры, грамотно жинаған сымдары ары бері шашылып жатқан жоқ. Компрессоры орында тұр. Айбек шумкасы орында тұр. Мен білмеймін бұдан артық. Музыка қоюға уже дайын негізі, бірақ музыка білмеймін. Пока желание. Жаңа айтатсың ғой енді бір кішкене шум болып отыр деп ше. Сол шумды алу үшін бір жолды көрдім да. Мына жерге ғой кішкене ағаштан короче пол істейді да, былай пол ше. Соны Айбек шумкамен қаптайсың короче. Сол кезде шум сыртқа шықпайды деген. Жақсы идея. Ол сөздер мінекей жалпы айтатын дүниелеріміз осындай. Музыка через усилитель барлығы қондырылыпты. Енді бұл жаңа айтатыр ғой енді. Магазинге көбісі базовый музыка бар ма, бюджетный деген екен. Осындай қойған екен. Әйтпесе негізі осы қайдың 14 істеді ғой Әбекеміз. Білеміз, музыка жинады. Алдағы уақытта дәл солай жинау ойда бар. Сондықтан да қазіргі базовый 300 мың теңгелік музыкамыз осындай қосып көрмесек те белгілі ғой. Қатты емес, жайда емес, құлақтың қышын қандыратын, құлақтан кіріп бойдалар демекші. Нормально да? Нормально. Олай құрмет көрермендер, мінекей назарларыңыздағы жалпы 8 миллиондық грантаға шолу жасадық. Не бар, не жоқ, полный өздеріңіз тамашаладыңыздар. Мінекей ол көлік Әбекеңнің таза өзінің қолынан, өзінің СТО-сынан, өзінің сервисінен толыққанда жиналып шыққан. Сіздер де ішіп жазсаңыздар болады. Мынандай материал қайдан алам десеңіздер де уже айтпасақ та түсінікті шығар, Әрине. Түсінікті ма? Толыққанды достар Инстаграмның описание қалдырып кетейін. Абукар, Шымкент қаласына осында келіп алсаңыздар болады. Ал енді не дейміз? Ұнаса әрине лайктарыңызды алмай басыңыздар, арнаға жазыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Мағжан Пернебай және де Абукар. Ал достар, тағы бір нәрсе айтайық. Біздің канал бар, YouTube, Абукар KZ деген. Тіркеліңіздер, осы бойынша көріңіздер. Шоуға біз дайындалып келген жоқпыз. В общем, осы жерден аяқ астынан момент Астанадан келген қонаққа обзорда осы жерде дайындадық. Жігіттерге барлығына рахмет. Алдағы уақытта грантаның не салынып жатқанын, не істеп жатқанын көргіңіз келетін болса, Әбекеңнің каналына описание қалдырып кетемін. Кіріп, сол жақта тамашалап отырсаңыздар болады. Ал осындай кереметтей көңіл күймен біз сіздермен қоштаспаймыз. Жаңа келесі кездескенше аман сау болыңыздар.